Бүгінгі тақырып ұбутуға байланысты жоқ, бірақ ұбутудан да маңызды болып келетін тақырып. Ол қандай тақырып? Ағылшын тілін үйренудің 3 жолы деп аталады. Ондай болса, бастайық. Ағылшын тілін үйренудің бірінші методы ол YouTube-дағы барлық контентіңді ағылшын тіліне ауыстыру. Ол арқылы сен не үйренесің? Ол арқылы сенің listening қабілетіңді конкретно дамытып аласың. Яғни өзіңе ұнаған кез келген контентті ағылшын тілінде тұтынуың керек болады. Сол арқылы сенің vocabulary және де listening қабілеттерің керемет дамитын болады. Екінші методы ол соцсетте немесе Omegle платформасында шетелдік достарыңмен сөйлесу. Ол арқылы сен не істейсің? Бассейннен көлге қарай шығасың. Ол деген нағыз процесске кірдің деген сөз. Егер де сен тек қана грамматиканы мыжғылай беретін болсаң, ағылшын тілін никогда, ни в коем случае сөйлеп кете алмайсың. Себебі нағыз ағылшындармен, нағыз спикерлермен сөйлескен кезде сен тілге вникать етесің. Қалай сөйлесеміз, қайдан достар табамыз? Инстаграмға просто foreign friends деп жазасың да, кез келген топқа кіріп, өзіңнің анкетаңды толтырасың. Ол жағы саған қиын болса, онда жай ғана Omegle деген платформаға кіріп, кез келген мемлекеттің адамымен ағылшын тілінде сөйлесіп, жаңа достар тапсаң болады. Жалпы осы метод керемет жұмыс жасайды. Үшінші методы ол керемет метод, ең қызықты метод, ол өзіңнің любимый өлеңнің, немесе любимый әншіңнің бүкіл альбомындағы өлеңдерді жатқа айтып, бірге караоке айту сонымен бірге. Ол методтың ерекшелігі неде? Сенің pronunciation, яғни кез келген әріптерді, сөздерді дұрыс айта алу қабілетің жақсы дамиды, акцентің яғни келеді, тілің сынады. Және де vocabulary, сенің сөздік қорың намного жақсы дамып кетеді. Сол арқылы қызықтырақ болған сайын неғұрлым метод, соғұрлым сенің ағылшын тілі үйрену қабілетің жақсара түседі. Жалпы қазіргі глобализация заманында кез келген нәрсені үйреніп алуға болады. Егер де сен Шымкенттенсің ба, Астанадансың ба, неважно, ауылдансың ба, аудандансың ба, ол да неважно. Бүкіл Қазақстан, қазіргі әлемде жалпы кез келген ауылдың ауылы деген жерден шыққан адамның өзі ағылшын тілінде сайрап кете алады. Сондықтан осындай мүмкіндіктерден құр қалма. 2021 жылы обязательно ағылшын тілін үйреніп ал. Ағылшын тілі оңай, сенімен бірге болған әдеттегідей стадий оңай. Келесі кездескенше.